Баршаға сәлем достар, сіздермен Султан Фильмс. Достар, бүгін Кунг-фу Панданың бірінші бөлім туралы айтатын боламын. Егер де келесі бөлімдерін қалайтын болсаңыздар, лайктарыңызды басып, астына комментарий жазып кетіңіздер. Ал мен шолуды бастайын. Бастапқы кадрлар әлемге әйгілі жауынгер панданы көрсетумен басталды. Оның төбелес өнерінің мықты болғаны соншалық, панда әлемді шарлап, өзіне тең дәрежелі қарсылас іздеп жүр. Бірақ қайда барса да барлығын жеңіп, лайықты қарсылас таппайды. Сол сәтте жаңағы оқиғаның барлығы По атты панданың көріп жатқан түс екендігін білеміз. По кунг-фу өнеріне қатты қызығады. Жан-тәнімен осы өнерді қалаған панда Мастер Шифудың атақты бестік жасағының үлкен жанкүйері. Бірақтан да қанша жерден кунг-фу жауынгері болуға қызықса да, По мүлде спортқа жақын емес. Қазандай болған қарыны, баяу қимылдайтын қолдары бар По таң атқаннан кешке дейін әкесі қаздың жанынан шықпай лапша пісіреді. Әкесі үшін де баласы лапша жасап, отбасылық бизнесті жалғастырғаны маңызды еді. Сондықтан да кей уақыттарда По өз армандары жайлы сөз қозғаса да, әңгімені шорт кесіп, сен лапша жасаушы боласың деп айтатын. Әкесі сен нағыз лапша шебері атанғанда, әулеттен бірі келе жатқан лапша жасау құпиясын саған айтамын дейді. Дегенмен де панда По өзінің ішкі қалауының лапша жасаудан да жоғары екендігін түсінді. Өмірінің соңына дейін лапша пісіріп жүргеннен көрі, адамдардың алдында алғыспен жасалатын істер панда үшін әлдеқайда абыройлы еді. Бұл уақытта Мастер Шифу өзінің 5 шәкіртін дайындау үстінде. Мастер оларға бесеуінің ішіндегі біреуі айдаһар жауынгер атанатындығын айтты. Түсіндіре кетсек, айдаһар жауынгер бұл елдің ішінен таңдалатын ең мықты кунг-фу шебері. Айдаһар жауынгерін таңдайтын Угуэй ұстаз болса, өз кезегінде бестік жауынгерлер ұстаздың көзіне түсулері керек. Угуэйдің қабылдауында болған Шифу шақыруының мән-жайын сұрады. Тасбақаның айтуынша, қалаға жақын уақытта Тайлунг келмек. Тайлунг атты жолбарыс қазір түрмеде. Дегенмен де осы уақыт бойы кунг-фудың майын ішкен ең мықты жауынгер болып саналады. Мұны естіп Шифудан маза кетсе де, тасбақа ұстаз ойымдама, оған дейін айдаһар жауынгерді анықтаймыз дейді. Бұл хабар қалаға тарап, айдаһар жауынгер таңдалатын рәсім алдындағы мерекелік іс-шаралар басталып кетті. Қала халқы айдаһар жауынгердің таңдалатын күнінен кеш қалғысы келмейді. Біздің кейіпкеріміз По панданың да бұл рәсімге барып, кімнің айдаһар жауынгер атанатындығын көргісі келеді. Бұл жолы ол әкесіне ашық айтып сұранды. Дегенмен де оны жіберуге келіскен әкесі өзімен бірге лапша арбасында алып жүр. Ол жерде халық көп болса, сауда да жақсы болады дейді. Панда арбасын сүйреп, кунг-фу сарайының алдындағы баспалдаққа келгенде, бұл баспалдақтың таумен таласа салынғандығын көрген По шалқасынан құлайды. Арбаны сыртта қалдырып, жаяулатып баспалдаққа қадам басады. Бұл уақытта сарайда рәсім қызғаншақ. Угуэй өзінің таңдайтын айдаһар жауынгеріне еш күмәнмен қарамау керектігін айтты. Кейін барлығы өз орындарына жайғасқан соң, біздің жауынгер бестік жиналған көрермен қауымның алдына шығып, өз өнерлерін көрсете бастады. Ал баспалдақпен ырсылдап жеткен панда По қақпаның жабылғанын көреді. Солай бір секундқа кешкен ол сарайдағы айқасты көре алмай сыртта қалып қояды. Кейін панданың ойына қызықты жоспар келді. Орындыққа жарылғыш зат байлап, оны жағу арқылы сарай ішіне кіремін деп жоспарлаған ол, енді ісін бастағалы жатқанда арғы беттен әкесі келіп қалды. Панда оған бұл әрекетін түсіндіріп, бірінші рет өзінің кунг-фумен айналысы келетінін айтты. Солай отырғанда орындығы жарылып, біздің панда аспанмен қалықтап келіп, тура айқас өтіп жатқан алаңға құлады. Осы уақытта айдаһар жауынгерді қолмен нұсқап көрсеткеле жатқан Угуэйде алдына келіп құлаған панданы көрсетеді. Бұл таңдауға жиналған қауым таң қалды. Шифу тасбақа ұстаздан қайта ойлануын айтса да, ол өз жауабына сенімді түрде кетеді. Бұл уақытта Шифудың жұмысымен келген қызметкер Тайлунг қамауда тұрған түрмеге келді. Өзінің қауіпсіздікті тексеруге келдім деп таныстырған соң, ондағы мүйіз тұмсық басшы оның күмәнына күліп қарап, Тайлунгтың толықтай тұтқында екенін көрсетеді. Осы сәтте қызметкерден қауырсын түсіп, Тайлунг оны өзіне білдірмей алып алды. Шифу ұстаз қалық айдаһар жауынгер санап кеткен панданы өзіне жеке шақырып, оның ешқандай да шебер жауынгер еместігін бетіне ашық айтты. Ал панданы жанына алып, өзінің жаттықтыратын бестік жауынгерлермен таныстырады. Мұнда панданы жылы қабылдай қоймаса да, біздің кейіпкер бала күнгі кумирлерін көріп мәз болған еді. Оған қоса панда жауынгерлердің жаттығу алаңынан бір өтті де, бет-аузын көгала қойдай етті. Шындығында оның айдаһар жауынгер атағын алғанына ешкім қуанбаған еді. Олардың ойынша қарны қабақтай болған мына панда оларды масқара етуде. Бұл уақытта абақтыда Тайлунг қолына түсірген қауырсынды өзіне таңылған кісенді шешетін кілт ретінде пайдаланып босап шықты. Сонда абақтыдағы барша мүйіз тұмсықтар әдеттегі жоспар бойынша оны тоқтатуға тырысты. Дегенмен де Тайлунг басқалар секілді емес. Ол анағұрлым мықты. Алдына келген мүйіз тұмсықтарды шетінен жайратып жатқанын көрген басшы
Тайлонг жоғарға шыға алмай қалсын деп көтерілетін көпірді бұзады. Сонда Тайлонг ағаштан ағашқа секіріп, жоғарға қарай өрмелеуін тоқтатпайды. Ақыры соңында мүйіз тұмсықтарды өз жарылғыштармен жарып, сыртқа Шипудың қызметшісімен шығады. Оны ұстаған күйі Тайлонг, сен тірі қалып, еліңе менің босап шыққанымды хабарла. Оларға нағыз айдаһар жауынгер келеді деп айтарсың дейді. Бұл уақытта Шипудың көзіне күйік болып, жаттығуда жүрген Пандапо әбден таяқ жеді. Алдымен Шифу оны өзінің тәжірибелі жауынгерлеріне қарсы шығарса, кейін өзіне қарсы қойып әбден әкесін танытты. Кешке панданың жағдайын білуге келген жылан мен маймыл оның ауырсынған жерлеріне ине сала бастады. Сонда жауынгерлер кезінде Шипу ұстазында жадыраңқы адам болғанын айтады. Бұл оқиғаның бастамасы Тайлонгпен байланысты еді. Шипу ұстаз Тайлонгты сәби кезінде тауып, бар ықыласпен тәрбиелеген екен. Тайлонг өте мықты жауынгер, әрі Шипудың ұлы болып өсті. Кейін ол айдаһар жауынгер атағын алуға әбден лайық болған шақта, Уэй оның ниеті дұрыс емес деп, айдаһар деп таппайды. Сонда Тайлонг ашуға мініп, жан-жағын жапай бастады. Тайлонг өшін алуға тасбақаға шабуыл жасағанда, Уэй мастер оны оп-оңай тоқтатып тастайды. Осыдан соң Шифу өзін қателік жасаған адам ретінде сезінді. Ол ессіз әкелік махаббатқа батамын деп жүріп, әлемге қауіп төндіретін баланы қалай жасап шығарғанын түсінбей қалды. Осы оқиғадан соң Шипу мастер ендігі сезімге ерік бермеймін деп өзіне уәде еткен болатын. Шипу Тайлонгтың қашып кеткендігі жайлы білді. Осы бойынша ұстазына келген ол, бұл мәселені қалай шешеміз деп сұрақ қойды. Тасбақа айдаһар жауынгерге сен деп қысқа жауап берді. Сонда Шипу қарны қампиған панда әлемнің мықты жауынгерін тоқтата алмайды дейді. Уэй сабырлығын сақтап, егер сен пандаға сеніп, оған мүмкіндік берсең, ол сенің де елдің де үмітін ақтап, барлығын Тайлонгтан құтқаратын болады дейді. Еш амал қалмаған Шипу тал түбіндегі ұстазына уәдесін беріп, пандаға сенім артатындығын жеткізді. Сонда Уэй Шипуды ендігі Нефрит сарайдың бас шебері сен боласың деп, өзі ашық аспанда жапыраққа айналып жоғалып кетті. Кешкі уақытта ас үйде көңіл көтеріп отырған жауынгерлерге келген Шипу пандаға Тайлонгты тоқтатуға сен аттанасың дейді. Сонда біздің кейіпкер По қаша жөнелді. Оны қуып жеткенде панда ішіндегінің барлығын айтты. Уэй оны қателесіп таңдаған екен. Егер оны жауыз Тайлонгқа қарсы шығарса, ол ешкімнің үмітін ақтамайды. Осы әңгімені жолбарыс жауынгер естіп, түнгі уақытта бұл Тайлонгты тоқтатуға өзім аттанамын деп шешті. Онымен қоса қалған төрттік те жолға шықты. Ал сарайда қалған Шипу ұстаз қарны қампиған панданы қалай кунг-фуға үйретемін деп бас қатыруда. Бұл тұрғыда Шипу біраз айлаға барды. Бақылай келе түсінгені бойынша, Пандапо тамақ үшін бәріне барады. Тіпті кейде қолынан келмейтін заттарды да осы тамақты алу үшін жасай алады. Шипу ұстаз панданы дайындау жолын тапқандай, ертесі күні оны тау басына алып шықты. Айта кетсек, бұл тау жайдан жай дайындық орны ретінде таңдалып отырған жоқ. Кезінде Уэй мастер осында келіп өзінің жан тыныштығын тапқан. Оған қоса кунг-фу өнерінің алғашқы негіздерінде қалаған болатын. Тауға шыққан соң кунг-фудың тарихын пандаға бірер ауыз сөзбен айтып шыққан мастер Шипу өзін оның ұстазы ретінде жариялайды. Дайындыққа келер болсақ, По тек жаттыққан кезінде ғана тамақ жейтін болады. Өз кезегінде бұл біздің кейіпкерімізге үлкен мотивация болды. Жаттуға еш құштарлығы жоқ панда тамақ жеу үшін маңдай терін төкті. Тайлонгқа жеткен бестік жауынгер оны аспалы көпірде қарсы алды. Тайлонгты көре сала жолбарыс оны бір теуіп, кейін ашық төбелеске көшті. Дегенмен де бірге бір келгенде Тайлонгтың басымдығы бар екендігін мойындау керек. Сонда санның көптігін пайдаланған жауынгерлер жан-жақтан шабуылдай бастады. Осының арқасында тырна Тайлонгты арқанмен орап, оны шарасыздандыруға уақыт пайда болды. Тайлонгты байлаған соң оны көпірден лақтырып жібереді. Әдеттегідей көпірдің арғы бетіне шыққан жауынгер Тайлонгты өліге санап тұрғанда, ол жерден секірген күйі осы маңнан пайда болады. Сонда Тайлонг өзін мақтай сөйлеп, бұл жауынгерлерді соқмен жансыздандырып тастайды. Тек тырна өз достарын сарайға жеткізіп, Тайлонгтың қаншалықты қауіпті екендігін көрсетсін дегендей, оған тиіспейді. Оларды көргенде мастер Шипу жансыз жауынгерлерін қайта қалыпқа келтіреді. Бесеуінің аузынан Тайлонгтың қаншалықты қауіпті екендігін естіген соң Шипу айдаһар жауынгерге арналған хатты ашатын уақыттың келгендігін айтады. Пандапо қатты оқып, оның ғаламат күшіне ие болуға тиіс. Бірақтан да олар күткендей керемет күш келмеді. Себебі хатта ештеңе жазылмаған болып шықты. Екі аяғы бір етке тығылған Шипу халыққа қашуды үндеп, өзінің сарайда қалып Тайлонгпен шайқасатындығын айтты. Солай ол уақыт созып, халыққа қашуға жағдай жасайды.
Баласының үнжұрғасын түскенін көрген әкесі, сенің қолынан жауынгер болу келмегендігіне мен де өкінемін дейді. Сонда әкесі ұлына лапша жасаудың тым құпия әдісін айтады. Ол ешқандай деген әдіс еді. Яғни лапшаның басқа лапшадан ешқандай да айырмашылығы жоқ. Оның басқалардан ерекше болып шығуына себеп адамдардың оны дәмді деп сеніп жеуінде еді. Бұл оқиғадан түйер ой кейде сенімнің өзі көмек беретін еді. Сонда панда По қолындағы хатты ашты. Оның ішіндегі жылтырақ матаның айнасында панданың өз түрі көрінген еді. Сонда По барлық күш-қуатты өз қолымен де іске асыруға болатындығын түсінді. Уэйдің айтқысы келгені осы еді. Егер өзіңе сенсең, қолынан келеді. Сарайға келген Тайлонг пен Шипу ұстазының арасында айқас басталды. Тайлонгтың ішінде толған өкпе наз. Айтуынша бала күннен бері Шипудың көңілінен шығамын, нағыз жауынгер боламын деп дайындалған. Бірақтан бір күннің ішінде оның күшін тасбақа мойындамай баланың сағын сындырады. Оған қоса тасбақаның қате пікіріне Шипу ешқандай ой айтпай Тайлонгты сатып кетеді. Міне мұның барлығы жолбарыстың ішіндегі өшпенділікті қоздырды. Екеуі айқаста Шипу қатты жараланып, бұл өзінің соңғы дем екендігін түсінген ол ұлынан кешірім сұрайды. Сонда арғы беттен панда По келді. Ол Тайлонгты өзінен қаратып, айдақыр жауынгер екендігін жариялады. Кейін екеуінің арасында төбелес басталып, майқарым пандамыз өзінің салмағымен бір-екі рет Тайлонгқа шабуыл жасады. Бірақтан да жауынгерлік шеберлігі әлдеқайда басым жолбарыс оны бір теуіп жерге шегедей қадап тастайды. Кейін басқаларын жансыздандырғандай панданы да бір соққымен сұлатып түсіруді ойлады. Дегенмен де оның соққылары пандаға ауырсыну бермей, керісінше оның күлкісі келді. Кейін орнына тұрған панда өзіне деген сенімділікпен бір саусақ әдісін жасап, Тайлонгты арғы дүниеге аттандырады. Осыдан соң халық қаһарманына айналған панданы барлығы айдағар жауынгер деп санады. Ал панданың өзі Мастер Шипумен тіл табысып кетті. Достар, осылайша бірінші бөлімнің соңы. Екінші бөлімді қалайтын болсаңыздар, астына лайктарыңызды басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.